Бүгінгі видео Блум таксономиясы жайлы болады. Таксономия деген сөзді естігенде бір нәрсенің реті, тәртібі, заңдылығы деген нәрсе елестесін. Американдық Бенджамин Блум бастаған бір топ Чикаго университетінің ғалымдары білім үйренудің сатыларын жүйелеп берді. Білім деген тек партада отырып оқылатын нәрсе деп ойламау керек. Білім деген үйреніп өмірімізге жарататын нәрсенің барлығы. Мысалы, жұмыртқа қуыруда бір білім. Алғашында жұмыртқа қуыра алмайсың, кейін жасай бергеннен кейін оған сыр қосасың, помидор қосасың, сөйтіп керемет жасайсың. 1948 жылы басталған бұл ғылыми зерттеу 2000 жылға дейін қаншама жыл жасалған. 2000 жылы жасалған зерттеудің аты оқып үйренудің бағалаудың таксономиясы деп аталады. Көп елдерде осы 2000 жылғы нұсқасы Блум таксономиясын қолданылады. Бізде мен зерттеп қарағанымда үлгілік бағдарламаларда 1956 жылғы Блум таксономиясы қолданылатыны туралы жазылған. Блум таксономиясының 6 баспалдағы бар. Осы баспалдағын жеке-жеке айтып өтейін, және де осы Блум баспалдағының 6 баспалдағына бауырсақ ертегісін мысал келтіре отырып тапсырма дайындап көрсететін боламын. Және сол тапсырмалар бойынша бауырсақ ертегісінің Блум таксономиясы бойынша жасалған тапсырмалардың электрондық кітапшасын астына сілтемеге қоям, және сөз Telegram каналында болады, және Instagram парақшасының биосында болады. Керек дегендер жүктеп алып, осыны шаблон ретінде пайдаланса болады. Және Блум таксономиясын осы шаблонға қарап, кез келген пәнде осы 6 деңгей бойынша тапсырмалар дайындауға бір нұсқаулық болады деп ойлаймын. Бірінші Блум таксономиясының бірінші сатысы еске түсіру. Бұл білімді танисың, яғни жаңа тағда қайталап айтып өтем, білім деген нәрсе ол отырып, партада отырып қана алынатын нәрсе емес, бұл үйренетін өмірге керекті нәрселердің барлығы. Білімді танисың, есіңе сақтайсың, қайталай айтып бере аласың. Оқыған, үйренген ақпарат, мәлімет, детальдарын еске түсіресің, яғни бөлшектерін. Бұл әдебиет сабағында әдеби шығарманың аты болуы мүмкін, физика, геометрияда формула болуы мүмкін, еңбек сабағында бір құралдың аты болуы мүмкін, сол құралмен қалай жұмыс жасауды үйренуде бір білім, құрақ көрпе, мысалы құрауды үйрету, сурет сабағында түстердің айырмашылығын, жылы түстер, суық түстер деп ажырата алу, музыка сабағында ноталардың атын білу. Міне бұл таксономияның бірінші сатысы, еске түсіру сатысы. Екінші түсіну. Мен мұны ұғу деп айтамын. Блум таксономиясының үшінші қолдану сатысы бұл өте маңызды саты, себебі қазіргі білім берудің мақсатының өзі осы алынған, үйренілген білімді қолдана алу өте маңызды. Себебі кітаптарда тұрған немесе дерекқорларда тұрған білім болмайды. Қазіргі кездегі дерекқорларға қол жеткізе алу, яғни білімге қол жеткізе алу қабілеті деген қабілет өте ерекше дамытылу керек қабілеттердің бірі. Білімге қол жеткізе алатын адам білім алуға жан-жақтан мүмкіндіктер ашылады деген сөз. Төртінші анализ бөлімінде білімді бөліктерге айырып, үйренген нәрселердің байланысын білу дегенді білдіреді. Бұл жерде ақпарат, мәлімет, үйренген жағдайлардың бөлшектерге ажыратып, және ол бөлшектердің арасындағы байланыстарды ашып түсіндіре алатындай болу, бұл анализ деңгейіне жеткенін білдіреді. Ал синтезде оқушы әртүрлі білімдерді бірлестіріп, жаңа бір нәрсе шығаратын саты. Синтез деңгейі өте маңызды. Жаңартылған 2000 жылғы Блум таксономиясында осы синтез бен бағалау екеуінің орны ауысып, бағалаудан да синтездің маңызды екендігі көрсетілу үшін ең жоғарғы 6-шы сатысы деңгейі осы синтез жаса деп беріледі. Бағалау сатысында оқушы үйренген нәрселеріне баға бере алу керек. Яғни баға бергенде Фейсбуктағыдай, желіде отырғандай, немесе ТикТоктағыдай ойына келген, маған ұнаса былай болады, маған ұнамаса былай болады деген сияқты емес, ғылым негіздері мен белгілі өлшем критерийларға қарап баға беруді
бағалау дейміз. Критерийлерға және дәлелдерге сүйеніп жақсы жағын, жаман жағын көрсететін бағалау. Баға беру, сыни ойлау дегеніміз осы. Бұны үкім беру деп атасақ та болады екен. Негізі Мағжан Жұмабаев осы ойлаудың деңгейлерін сипаттағанда үкім беру деп айтқан. Блум таксономиясы неге керек? Білім беруде неге білім береміз? Мақсатты анықтау үшін, не білімін бердік бағалау үшін, бағыт-бағдар белгілеу үшін Блум таксономиясы қолданылады. Бауырсақ ертегісі бойынша Блум таксономиясына қарай сұрақтар дайындап, Дали 3 нейросеті арқылы көрнекіліктерін жасап, электронды кітапша жасап қойдым. Осыны шаблон ретінде қолдансаңыздар болады. Ес-сөз Telegram каналына сап қойдым. Сілтемесін YouTube'да осы видеоның астына да сілтемесін қоям. Сол жерден жүктеп алуларыңызға болады. Және шаблон ретінде қолданып, қандай сабақтан болса да тапсырма дайындауға бір нұсқаулық болады деп ойлаймын. Бауырсақ колобок ертегісі бойынша Блум таксономиясын қолданып тапсырма дайындаған себебім, бұл ертегіні білмейтін адам аз шығар. Өйткені бұл ұрпақтан ұрпаққа айтылып келе жатқан 39 халықта бар ертегі. Таныс нәрсе жанға жақын ғой. Білім баспалдағым бойынша мынадай сұрақтар дайындауға болады. Ертегіні кім шығарған, неге орыс халық ертегісі деп аталады, ертегінің басты кейіпкерлерін ата, ертегінің мазмұнын айт. Екінші ұлы деңгейі бойынша ертегідегі бауырсақ неден жасалған, ертегідегі бауырсақ кездескен кейіпкерлер еті мен жас, ата. Үшінші қолдану бойынша бауырсақ бүгін қалаға келсе кіммен кездесер еді, қандай оқиға тап болар еді деп, осы бауырсақтың қаладағы оқиғаларын Дали 3 нейросетін қолданып, осындай көрнекіліктер жасап қойдым. Осындай көрнекіліктер балаларды сөйлетуге өте көп пайдасы тиеді. Себебі балаға көрнекі түрде көрсетсек, балаға да үлкенге де көрнекі түрде көрсетсең, оның сөйлеуіне де, мәтін құрастыруына да өте оңай болады. Төртінші, анализде ертегіні қанша бөлімге бөлуге болады? Бауырсақ, қоян, қасқыр аюдан қалай құтылып кетті? Бауырсақ неге түлкіге алданып қалды? Осыны анализ жасап, талдап айтып бере алады. Бесінші, ертегінің негізгі идеясы не? Және осыны басқа да ертегілермен салыстыру арқылы, басқа мысал бар ғой, тура осындай қарға мен түлкі мысалымен салыстыруға болады. Және Абайдың мақтаншақ деген, қырт мақтаншақ оңбайды деген Абайдың мақтаншақтық туралы жазылған шығармаларындағы өлеңдеріне, қара сөздеріндегі мақтаншақ мінез құлқымен салыстыруға болады. Неге? Өйткені қарға мен түлкі мысалында да осы бауырсақ та мақтанам деп басына осындай жаман нәрселер келді. Сондықтан мақтаншақтықтың жақсы қасиет емес екенін айтып түсіндіру үшін осындай тапсырма беруге болады. Және балаларға мақтаншақтық туралы эссе жазып келіңдер деп құр айтып қойғанша, осы қарға мен түлкі мысалын беріп, Абайдың өлеңдерінен оқып, қара сөздерінен мақтаншақтың қандай екенін айтса, балаларға сол эссе жазу оңай болады, әрі нақты дәлелдер, аргументтер көрсете алуына жеңіл болады. Естөз Instagram парақшамның биосына салып қойдым осы электронды кітапты. Бауырсақ ертегісін Блум таксономиясы бойынша дайындалған тапсырмаларды осыны қарап, кеп алып, шаблон ретінде қолдансаңыздар болады. Және Блум таксономиясы бойынша сұрақтар дайындау, тапсырма дайындау Естөз YouTube каналына жазылып қойыңыздар. Және Естөз Instagram парақшасына да жазылып қойды. Ұмытпаңыздар.